Қайырлы күн достар, сіздермен қарынды қалай тез әрі жылдам тазалаудың екі тәсілімен бөліскім келіп отыр. Өздеріңіз де білетін боларсыздар. Ең бірінші тәсілі бізге үй ақтайтын избёзка. Үйде болса қолдана берсеңіздер болады. Мен арнайы сатып алдым. Осыны осылай сұйық қылып, суды қосып араластырамыз да, сұйық қойып, осылай үстіне құйып, қарынды толығымен батырып, 2 сағаттай, шамамен 2 сағаттай осы избёзканың ішіне салып қоямыз. Ары-бері аударып, барлық жеріне тию қажет. Осылай батырып, барлық жерін шамамен 2 сағатқа қойып қоямыз. Келесі екінші әдіс, бұны барлық аналарымыз, апаларымыз осылай тазалайды қарынды. Менде мынау тазаланбай қалған, бітпей қалған қарын. Соны сіздерге көрсетейін деп шештім. Білетін боларсыздар, ыстық суда тазалаймыз. Ең алдымен қайнап тұрған ыстық суды осы қарынның үстіне құйып, 5 минутқа, шамамен 5 минутқа матырып қоямыз. Әрбір жерін матырып, 5 минуттан кейін ақырындап, осылай мені көрсеңіздер болады, қарап тұрсаңыздар, өздері қолмен ақырындап, қолмен де тазалана береді. Пышақпен де тазалап, 2 адам болса тезірек болады. Мінекей осылай әппақ қылып, тап-таза қылып, жақсылап сумен шаямыз қарынды. Суымыз таза болғанға дейін жақсылап шайып тазартып аламыз. Ал енді екінші избёзкаға салып қойған қарынымызды көрейік. Қалай болған? Мен бұл әдісті бірінші рет қолданып тұрмын. Міне керемет жұмсақ, өзі қолмен сыпырылып түсіп жатыр. Қараңыздар. Өте жеңіл, оңай екен. Пышақпен 2 жақтан адам көмектессе, мүлдем тезірек болады. Осылай барлығын тазалап аламыз. Мінекей. Өте оңай, тез әрі жылдам екен. Видеом сіздерге ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер, достар. Сіздер үшін арнайы түсірдім. Менің де алғашқы өзім тазалауым қарынды. Сіздермен бөлісейін деп жөн көрдім бөлісуге. Мінекей осылай, достар. Менің арнамда басқа да тамақтардың видео рецепттері бар. Көрсеңіздер болады. Бір айта кететінім, осы избёзкадан қазір шығарып аламыз да, жеке осылай тазалайтын боламыз. Содан кейін жақсылап суға көбірек шайып алған дұрыс. Су тазарғанға дейін жақсылап шайып алсаңыздар болды. Мінекей әппақ, тап-таза, жақсы болып тазаланды. Рахмет.